Сіз өміріңізді шоколадсыз елестете алмасаңыз, қуанышыңызға орай 16 ғасырдан кейін тудыңыз. Бұған дейін шоколад тек Мезоамерикада болды. Оның өзінде мүлде бөлек пішінде. Біздің заманымызға дейінгі 1900 жылдардың өзінде бұл жердегілер какао ағашында өсетін бұршақтарды пісіріп үйренді. Ерте жазбаларда олар бұршақтарды жүгері ұнымен және ащы чили бұрышымен ұсақтаған делінген. Бірақ бұл бізге үйреншікті какао емес, көпіршікті ащы сусынға ұқсады. Егер сіз біз шоколадты бағалап үйрендік десеңіз, қателесесіз. Себебі бізді мезоамерикандықтар озып өтті. Олар какаоны құдайы асы деген. Бұл асты майяның ацтектер Кецалькатль атаған қанатты жыланы Кукулкан сыйлағанмыз. Ацтектер какао бұршақтарын валюта ретінде қолданды және билеушілерінің тойларында ашты. Оны жауынгерлерге жақсы шайқасқаны үшін марапат ретінде берді және жоралғыларда қолданды. Алғаш рет какао Атлант мұхитын 1519 жылы Эрнан Кортес Монтесуманың көсемімен Тенокативанда жолыққаннан кейін кесіп өтті. Кортестин адамдарының айтуынша, императорда алтын кубоктарға құятын 50 құмыра сусыны болған. Конкистадорлар отанына какао бұршақтарымен оралғаннан кейін, олардың әңгімелерінің арқасында бұршақтар афрозодиак атағын алды. Әуел бастан какаоны ащы дәміне қарай дәрі ретінде қолданды. Мысалы, асқазан қабыну кезінде. Бірақ какаоны балмен, ванильмен, не қантпен қолдану шоколадты Испаниядағы атақты тәттіге айналдырды. Көп ұзамай бірде-бір аристократ отбасы шоколадты арналған ыдыссыз күн өте алмады. Дегенмен бұл сусынды өндірістік көлемде шығару қиын әрі қымбат болды. Бұл өз кезеңінде Батыс Африка мен Кариб аралдарынан айналған құлдардың еңбегін қолдануға келді. Шоколадтың әлемі Амстердамдық Конрад ван Хаутен шоколад үгіткіш жасағаннан кейін, яғни 1828 жылдан бастап өзгерді. Оның бұл өнертабысы какаоның табиғи майын алуға септігін тигізді. Нәтижесінде тек сұйық күйге келтіруге болатын ұнтақ қалды. Оған қоса ұнтақты қайта какао майына қосу арқылы қатты күйдегі бізге белгілі шоколадты алуға болады. Соңыра швейцарлық шоколадье Даниэль Петер бұл қосылысқа сүтті қосып, сүтті шоколад шығарды. 20 ғасырдың басында шоколад жоғарғы тап өкілдерінің молшылық белгісі болуын доғарды. Қарапайым халықтың да тәттісіне айналды. Артқан сұраныс бұршақ өсіретін аумақтың ауданын арттыруды қажет етті, яғни экватор аумағында. Енді жұмысшыларды Батыс Африкадан Оңтүстік Америка плантацияларын айдаудың орнына оның өндірісін Батыс Африкаға көшірді. 2015 жылы Кот-д'Ивуарда жалпы какаоның 2-ден 5 өсірілді. Өндірістің артуымен жұмысшы құқықтарының өсуі байқалуда. Еуропа мен ақш-та какаоны тасымалдайтын батыс плантацияларда балалардың күшін қолдану байқалады. Дәлірек айтқанда, 2 миллион бала осындай алқаптарда жұмыс жасайды. Бұл мәселе ірі кәсіпкерлердің мемлекет басшыларымен бірлескеніне қарамастан шешімін таппауда. Дегенмен, шоколад қазіргі заманда мәдениетіміздің ажырамас бөлігіне айналды. Жан-жақты жарнамалардың арқасында шоколад бір тәттіге және электрлік заттың бейнесіне айналды. Шоколадтың осыншалық әсерлі тарихын біле отырып, оның неге осындай ассоциацияларға ие болғанын және оның артында не тұрғанын түсіндік. Ендігіде шоколадтың сыртын ашқанда, онымен байланысты барлық нәрсе тәтті емес екендігін ойланыңыз.